Қайтадан кіріп едім, қайта шыққан сияқты. Қолдарыңыз қалай, амансыздар ма? Жақсы, Аллаға шүкір. Өздеріңіз. Жақсы шүкір. Қайталай алдыңыз ба? Сол енді жаңа сіз неме еткенде сабақ басталғанша біраз қайталап деп жатқан бұл. Так. Мынаны бір оқыңыз. Я Яс Қандай әріп? С Қоф екен, Яқ Яққы. Яққы Тару Тари Бу Мынау? Қом Қоспаңыз. Ру Мару Қалай болды? О Мару Мынау? Маш Ри Ку Мынау? Екінші қатар ма? Міне, иә, екінші қатар. Мынау. Самал Лы емес мынау. Лы емес. Ку Самаку Мынау. Тас Қоллама Қола. Қоспаймыз. Қол деп қоспаймыз, е? Тос Рама Ро Қайттан? То Жіңішке. Иста Мынау қандай әріп? Б Қосыңыз, мына екеуін қоссаңыз. Мына екі әріпті қосыңыз бірге. Таб Торо Алхамдулилlah. Мынау? Тав Я у екен ғой. Тау То Нама ол. Жақсы. Мынау қалай қылады? Жау Мару Мы емес. Хо екен ғой. Жам Хару Жау Қандай әріп?
ha qo'yi. Haru. Жіңішке, иә? Хәру. Haru. Сәм. No. Қай қатарда тұр? No. А, ага. Хоу. Фу болы ма? No. Ма. Ха. Қосамыз. Мах. Сару. Шы екен. Шару. Жақсы. Енді бүгін жаңа әріп өтеміз, Алла қаласа. Бұл бізде жуан әріптің бірі ғойын. Ғойын. Кәдімгі ғ қазақша. Жуан. Жуан деген кезде біз мыналарды жуан оқимыз, е? Ғо. Ғи. Ғу. Ғ. Көрдіңіз бе, қалай шығып жатыр тамағыңыздан? Ғ деп шығады. Ғ, е? Дәл сол жерден мынау әріпте шығады. Х деген. Жоқ. Мына ғ деңізші. Ғ. Ғ. Енді х. Просто х-ға айналдыңыз. Х. Түсіңіз ғой, е? Ғ мен х бір жерден. Просто біреу ғ, екіншісі х. Ғ. Түсінікті, е? Мына екеу. Хо. Мынау ғо. Хо. 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 О айтамыз. Хо. Хо. Ерінді жұмыс етеміз. Хо. Хо. Ғо. Ғо. Көрінді, ғоның шыққан жерінен просто х-ны да шығарсаңыз болды, екеу бір жерден шығады. Ғо. Хо. Ғо. Хо. Ғи. Ғи. Ғу. Ғу. Ғойын әріпі бізде қазақша кішкене еге ұқсас, е? Қараңыз, мынау басы сөздің басында осы жазылады, не? Ортасында мынандай қой болып кетеді. Аяғында да сондай. Енді мынауған аяқ жақтар ұқсас мынандай жерлер, көрдіңіз бе? Сәл, бірақ мынау былай қарап тұр, мынау өзінше бір ерекше. Бұл үш әріп бір-біріне ұқсайды, формалар бірдей, нүктесімен әрі жатамыз. Ғойын. Ғойын. Кеттік. Ғом. Ғин. Жоқ, астында екен ғой. Ғиб. Ғил. Çok gereğimiz mi diyorsun? Ya adresi konkret adres. Adresi mi konkret mi? Ғой. Ру. Çok adres giresin. Adres giresi atlaması. Бәғ. Лу. Фа. Фар. Ғу. Ғой. Емес бұл. Ғойб. И жоқ мүлдем. Ғоб. Ғобу. Фаб. Бірінші әріп. Мәб. Ла. Ғу. Мағ.
bu. Yah. Birinchi harf. Ih. Ig. Ig. G ya x bo'lmasin. Ig. Şöyle koymuş ya kişi mi aldın yılmaz sakın? Lib. Hoşça. Ig. Far. F'ning aslında. Fir ekan o, fir. İş. Ta. Go. La. Yaş. Yaş. Ta. Lu. İs. Tak. Tag. G. Tak. Fa. Ro. Yes. Yes. Tag. Firu. Tak. Kelesi harf sal qiyindау. Endi har kimga har turli. Bu ayn degan harf. Ayn a deb yoziladi. Bu yerda Ayın. ayn a deb yoziladi, biroq tomoqda qisib orqali ayn. Ayın. G emas. A. Sal төменірек жағымен айтылады. Ayn. Ayın. Ayın. G болып шықпасын. Ayın. Ayn. Ayın. Ayn деп айтамыз, бірақ тамақты қысу арқылы шығады. Ayn. Ayın. Ayn. Ayın. Тіл сәл артқа қарай. Ayn. Тіл төмен артқа шығады. Ayın. Ayn. Ayın. Енді қараңыз. A. Тамақ қысып ә деп айтамыз. Ай. Ay. Ай. Ay. G емес. Тамақ қысып и деп айтамыз. Ай. Ri. Тамақ жақтан шығу керек. Ай. Ri. Төмен түсіреміз. Жоғары Г болмау керек. Ri. Ай. Ri. Анық Г деп шығармаңыз деймін. Ай. Ay. Ру. Ru. Анық Г болмау керек. Ру. Р секілді естілуі мүмкін, бірақ Р емес. Тілдің ұшымен емес, тамақпен ру қысып у деп айтамыз. Ру. Тамағыңызда былайша айтқанда воздух жиналады, сол қысылады. Сол тамақтың ішіндегі воздухты қысқан кезде осы деген дыбыс шығады. Ол тамақтың төмен жағымен мына ортадағы немен шығады. Деген кезде тіл артқа, төмен артқа қарай жылжиды. Тамақты напряженно ұстаймыз осы жерде. Ay. Ай. Ay. Ру. Ru. Ан. An. Ам. Am. Сар. Saf. Сар. Saf. Тамақты кішкене тамақпен жұмыс істейміз. Сар. Sar. Мә. Ma. Мә жай айтылады. Тамақ қыспаймыз. Ma. Деген кезде тамақ қысамыз. Ma. Мә. Ma. Робу. Rubu. Аджаму.
Ajamu. Ajabu. Ajabu. Amalu. Amalu. Нада ғана тамақ қысамыз, қалғанда қыспаймыз. Амәлу. Amalu. Мә деп тамақ қыспаңыз. Амәлу. Amalu. Илму. Ilmu. Умру. Umru. Jam'u. Jamru. Р емес, Р секілді шықпасын. Jam'u. Jamru. Ru. Ru. Jam'u. Jam'u. Түсінікті, иә? У деп айтылады, бірақ тамақ қысу. Мына жерде тамақтың ортада бозды қысылады. Jam'u. 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 Ja'ala. Ja'ala. Ja анық айтылады. Ала. Ja'ala. Аскару. Askaru. Айламу. Ailamu. Ja'фару. Ja'faru. Сәл тамақты қысамыз. Ja'фару. Ja'faru. Тағы да Ja'фару. Ja'faru. Анбару. Anbaru. Ғойну. Ghoynu. Айну. Aynu. Бағлу. Bahlu. Бағлу. Bahlu. Барлу. Bahlu. Айырмашылығын түсініңіз, иә? Мынау бағлу, ғ. Мынау Bahlu. барлу. Мынау айн. Bahlu. Барлу. Bahlu. Бәлғу. Bal'u. Бәлғу. Bal'u. Мынада тамақ қыспаңыз. Бәл. Bal'u. Ru. Р емес, у тамақ қысып айтамыз. Bal'u. У. Сәл тамақты. Ru. Bal'u. Бағила. Ba'ila. Бағ. Жуан. Ғила. Baghila. Бәғила. Жіңішке. Ba'ila. Бәғила. Ba'ila. Бәді тамақ қыспаңыз. Бәғила. Ba'ila. Сәл тамақты бәрібір жаттықтыру керек. Видеомен тағы да қайталайсыз. Бірнеше рет оқыңыз. Осылай дыбысталу керек, жақсы. Негізінде қатты өте нашар емес болады. Бірақ кішкене жаттығу керек. Тамаққа күш түсіп жатыр ма сізге, мына жеріңізге ортада құсқыңыз келгендей болды ма? Болады, иә. Сондай болу керек. Солай тамақтың күшін айн, айу. Ғы болмасын. Тамақпен сәл тілді төмен сүреміз. У дейміз, бірақ қысып барып соны у шығарамыз. Жақсы. Келесі әріпті біз өтейік. Сонымен дәл. Жіңішке. Dal. Д. D. Кәдімгі жіңішке дә дейді. Оқимыз. Da. Di. Du. D. Д. Бұл Б секілді. Иә? Әбі. Точка жоқ только, иә. Жоқ.
жазылуында емес, оқылуында сукунмен оқылған кезде. Жазылуында ұқсамайды, иә. Бұл не? Оқылуында ғана айтып жатырмын. Бізде 5 әріп бар деймін, иә. Соның 5-шісі осы. Біріншісі Б, әббі. Әббі. Екіншісі Қ, әққа. Әққа. Үшіншісі То, әтта. То. То. Әтта. Әтта. Сукунмен келген кезде жағдайларды айтып жатырмын сізді. Төртіншісі Ж, әджі. Соңғысы әдді. Әдді. Бұл 5 әріп осылай сукун келген кезде осылай соңынан дыбыс шығылып, әха секілді дыбыс шығумен деген дыбыс беріледі. Қалған әріптер бұлай оқылмайды. Мысалы, дәлі деп оқымайсыз ешқашан. Дәл, ку. Дәф, дәф, дум. Бұлар жұмылады. Яғни бұл басқа, бұдан 5 әріптен басқаларында әріпті не істейміз? Жұтамыз. Соңынан дыбыс шығармаймыз. Ал осы 5 әріпте керісінше әббі, әдді, әджі, әтта, әққа деп сукунмен келген кезде соңында не шығарамыз? Дыбыс шығарып оқимыз. Кеттік, мына жерден бастаймыз. Дум. Келесі. Дуб. Дуф. Рут. Зид ма? Мынау әріп екіншісі. Жуан. Қо. Қодды. Д екі түрлі жазылады. Біреу бұлай, екіншісі мынандай. Л сияқты, иә. Бірақ Л ұзынырақ келеді міне. Иә. Л ұзынырақ келеді. Д қысқа келеді. Біздің ана қазақшалыққа деп тұрған латинский. Келесі. Дә, ро, сә. Дә, ро, сә. Келесі. Дәф. Дәф. Гу ма? Дәф, гу. Дәф, у. Ру. Келесі. Оқи беріңіз. Дә, дәб, ру. Гу. Ғу. Келесі. Дәл, ку. Келесі. Дақ, ру ма? Қ емес. Дах. Дах, ру. Дәх. Демді. Дах, ру. Иә, жеңіл жібереміз. Дәх, ру. Дах, ру. Дух. Дух. Гу. Ну екен, дух, ну. Дуль. Ду, лу. Фуль. Жоқ, мынау неме екен ғой? Фуд. Фудды. Фудды. Фуль. Лу. Фулу. Фуд. Фуду. Фуду. Фудды. Фуд. Фуду.
худ, Худді. худ, Д ғой. Худді. худ, худу, Мгм. уш, ду, дур бола ма? Р емес. Екеу деді. Мынау да. Уш, дуд, Дудді. дуд. Мынау. Иг, Г емес. Айн. Ир. ир, Ир. ир, Ұстап қаламыз. Ир. ир, Идан бастаймыз. Ир. ир, ир, Ир. ир. Мгм. Тадда, ла, Мгм. я, Яр. яр, Яр. яр, Қараңыз. Я емес. Соңынан деп шығармаңыз. Ұстап қаламыз. Жұтамыз. Мгм. Яр. яр, Ғымыз. Тамақ қысамыз. Яр. яр, Мгм. яр. Тадду, лу, Астында тұрсыз ғой. дилу, Мгм. Тәдилу. Мгм. тадилу. Яс, Бірінші әріп. ис, Мгм. ис, тар, Мгм. тадда. Қандай әріп? Ш екен ғой. Мгм. Шод, Жуан емес. шадда. Мгм. Яс, Мгм. та, ор, Жіңішке. таш, ой, тар, шаду, шиду. Жақсы. Бүгін біз 3 әріпті оқыдық. Міне. Осыны жақсылап қайталап, артындағыларды да қайталаңыз. Мгм. Бірақ сізге үйге тапсырма бар. Суббота, воскресенье өзіңіз боласыз ғой. Иә. Сол кезде мына 3 әріпті оқып келуіңіз керек. Доды, Дод, жуан, до. До, ди, ду. до, ди, до. Сақау, зәл, вәл, Зәл, в. Тістеп айтамыз. зәл, Вәл. зәл, Деп ұстамаңыз бірақ. Вәл. зәл. Түсінікті, иә? Вәл. Сақау. Тілдің ұшымен. Вә, зи, зу. Нүктесі бар. Зә, зи, зу. Тілдің ұшымен деймін сақауша. Зә, зи, зи, в. Тілді тіске тигіземіз. зи, Шығарамыз. Ви. Тістейміз. зи, Дәл осылай тістеуіңіз керек. Вә, зи, зи. зә, зи, Тістеңіз деймін тіліңізді. зә, Тілімізді шығарамыз, иә. Вә, зә, ви, зи, зу. зу. Түсініңіз ғой, иә? Жай просто з деп оқи салмаңыз. Бізде жай з бар. Бізде біріншісі, ең бірінші өткен з бар, иә? Зә, зи, зу. Зә, зи, зу. Иә. Түсінікті. Мынау сақауша з. Вә, ви, зу. Зә, зи, зу. Тілді тістеп айтамыз. Сақауша шығарамыз. Зә, Вә, зи, зу. вә.
Зә. Прям тілді тістің екі тістің ортасына қойып айтамыз. Зә, зи, зу. Алдыңғы жақтың. Зә, зи, зу. Түсінікті, иә? Үшіншіде жуан, бірақ қосымша сақау. Зо, жуан. Зо, Зо, зи, зи, зу. зу. З. З. Зо, зи, зу. Сақау әрі Зо, жуан. зи, зу. Екеуі де сақау, бірақ біреу жіңішке, біреу жуан. Сонда бізде үш з болды. Біреу кәдімгі з, зә, зи, зу. Ол бізде ең бірінші өркен әріп. Екінші сақау жіңішке, зә, зи, зу. Зә, зи, зу. Үшінші сақау жуан, зо, зи, зу. Зо, зи, зу. Осыны оқып келесіз. Екі күн тапсырма сізге 2 күнде. Сол 2 күнде қайтадан оны қайталайсыз. Келесі понедельник, дүйсенбі осыны өтеміз да. Тағы біраз несеміз қайталап шығамыз бір рет. Сонымен әріп бітеді. Әріп сонымен бітеді. Осы әріптерді сізде есіңізде сақтауыңыз керек міндетті. Себебі бұдан кейін әріп, жаңа әріп өтілмейді. Осы әріптермен бітеді. Бұдан кейін ереже басталады. Себебі ереже оқып жатқан кезде сіз әріппен мазаламауыңыз керек қой. Сізді әріптер мазаламау керек. Мынау қандай әріп еді деп тұрмауыңыз керек. Ойланбайтындай дейсіз ғой. Бұл жерде енді ереже, жаңа ереже қосылған кезде сіз ережені еске сақтауыңыз керек болады. Сондықтан осы 2 күнде жақсылап дайындалыңыз, уақыт бөліңіз, кішкене көбірек оқыңыз, қайтала басынан бастап аяғына дейін бірнеше рет оқып шығыңыз. Осы зоға дейін мысалы. Міне 18-ақ бет. Қайта басынан аяғына дейін қайта оқыңыз. Басын былай полный оқымасаңыз да 2-3 оқып, тез-тезден әріп сізде есте сақталу керек. Ортасында жазылған кезде, аяқ жағында жазылған кезде, кез келген жерде тұрған кезде әріпті тануыңыз керек. Солай сәл оқып, әріптерді қайталаңыз. Тапсырма сол сізге 2 күнге иншалла. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, пока сұрақтар өзіме ғана болып тұр ғой. Алла разы болсын иншалла.